Биыл жасөспірімдерге қарсы 140 мың кибер шабуыл жасалған. Оқушылардың 12% арандатушылық пен әлімжеттіктен жапа шегеді. Бүгін мәжіліс депутаттары балалар құқығын қорғауға қатысты заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Енді шетелдік әлеуметтік желі платформасы міндетті түрде мемлекеттік тіркеуден өтіп өкілдігін ашуы тиіс. Филиалға Қазақстан азаматы жетекшілік етуі керек. Қазір кибер шабуыл көп, яғни ғаламторда баланы кемсітіп намысын жер қылу. Ал бір жылда балалардың 12% буллингтен зардап шегеді екен. Балалар құқын қорғауға қатысты құжатты қараған мәжіліс депутаттары бірқатар түзетулер мен өзгерістер енгізді. Это становится причиной. Зардап шеккен балалар зақор болады. Қылмыс жасап, тіпті өзіне қол жұмсауға баруы мүмкін. Депутаттар арандатушылық және буллинг ұғымдарын заңды тұрғыда бекітуді ұсынды. Ал білім министрлігі мектептерде оның алдын алу ережелерін әзірлеуі тиіс. Осы норма қалай жүзеге асырылады? Министерство образования. Білім министрлігі ережелерді әзірлеу бойынша жұмыс тобын құрды. Қазір қоғаммен депутаттық корпуспен бірге талқылайтын боламыз. Кәмелетке толмаған балалардың істері бойынша комиссия өкілдері, ата-аналар, мұғалімдермен ақылдасып бір ұйғарымға келеміз. Ал ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің мәліметінше елімізде биыл 140 мың кибер шабуыл тіркеліп, мессенджерлер мен әлеу желі әкімшілігіне 1700 арыз жіберілген. Создан единый реестр учета интернет-ресурсов. Интернет-ресурстар есебінің бірыңғай реестрі құрылды. Оған қазірдің өзінде заңға қайшы келетін 45 мың сілтеме жолданған. Қазір олардың әрқайсымен жұмыс жасалуда. Сайттардың басшылығына өтініш, ескертпелер жіберіледі. Буллингтің алдын алу бағытында көркем фильмдер, роликтер жасалды. Тұтастай интернетті уыста ұстап, күмәнді сайтты бірден бұғаттау мүмкін емес. Бірақ балаларды бөтеннің қорлығынан сақтау шараларын қолға алатын кез келді. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин бұл мәселені жүйелі шешу маңызды міндеттей келе, екінші оқылымда нақты қорғау шараларын әзірлеуді ұсынды. Сеникит Тихидом интернет ойындарының кесірінен қаншама бала өмірін қиғаны естеріңізде болар. Бұғанасы бекіп буыны қатып үлгермеген балалар қыспаққа шыдамай кетеді. Былтыр елімізде 143 бала өзіне қол жұмсап, 300-ден астам жасөспірім суицид жасауға әрекеттенген. Жан түршіктіреді. Бұл көрсеткіште кибербуллингтің де үлесі мол екендігін мамандар растап отыр. Мәжілісмендер балаларды қыспақ қалу фактілері үшін әкімшілік жауапкершілікті енгізуді де ұсынды. Оны бас прокуратурада, ішкі істер министрлігі де қолдады. У нас тоже у самих детей, у всех дети есть. Біздің де балаларымыз бар. Бұл бәрімізге ортақ проблема. Жұмыс тобы аясында бұл сұрақты толық талқылап шешім қабылдаймыз. Есть. Поддерживаем. Депутаттар жетімдер мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың жай-күйіне қатысты мәселені де көтерді. Олар тұл жетімдер балалар үйінде 6 жасқа дейін тәрбиеленуі тиіс деп санайды. Согласно действующему законодательству. Қазіргі заң бойынша жетім балалар 3 жастан кейін асыраушы отбасының үйіне барады. Ал балалардың үйреншікті ортасында 6 жасқа дейін болғаны дұрыс. Білім министрлігі бұл ұсынысты не себепті қолдамай отыр? Білім министрлігі денсаулығы нашар сәбилер ғана 6 жасқа дейін балалар үйінде қалсын деген норманы қабылдауды 5 жылға шегеруді сұраған. Депутаттар бұл елбасының тапсырмасы екендігін айтып, екінші оқылымға дейін пысықтауды талап етті. Айта кетейік, соңғы 3 жылда елімізде 7 мың бала асырап алынған, 4 мың ата-ана психологиялық әзірлік курсынан өткен. Индира Жылқайдарова, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар.